Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз хрустящий чак-чак, яғни қытырлақ чак-чак дайындайтын боламыз. Оған бізге бар болғаны ұн кетеді, ас содасы, тұз және жұмыртқа кетеді. Бірінші жұмыртқамызды жарып, араластырып аламыз. Енді ас содасы мен тұзымызды саламыз да араластырып ұнға елейтін боламыз. Дайын болған қамырымызды екіге бөліп 10-15 минуттай қойып қоямыз. Енді қамырымызды жайып аламыз. Жайылған қамырымызды ұзынша қылдырып кесіп аламыз. Майымызды қыздырып алғаннан кейін чак-чагымызды пісіреміз. Небары 2-3 секундта пісіп шығады. Қатты қызарып кетпеуі керек, сарғайғанша пісіреміз. Енді сиропын дайындап аламыз. Оған бал, қант және су кетеді. Бірінші қанты мен суын құйып 5 минуттай қайнатып аламыз. Одан кейін барып балын салып, тағы да 5 минуттай қоямыз. Мінекей осылай пена болып көтеріледі. Сиропымыз дайын. Ал енді чак-чагымызға сиропты құйып жақсылап араластырамыз. Дайын болған чак-чагымызды осындай бір ыдысқа қатырып қоятын боламыз. Үстін осылай тегістеп, әдемілеп формасына келтіреміз. Мінекей қытырлақ чак-чагымыз дайын болды. Бәріңізге ұнайды деп ойлаймын. Өйткені таза балдан жасалынған, өте дәмді болып шығады. Сондай дәмді ас болсын.